Достар, енді осындай көжектен бөлек тағы да қызықты нәрселер болса түсіріп іс-әрекеттеніп көрем. Тек қана қолдау білдіріп қойыңыздар. Ендігі кезекті менің ролигімде автокөлігім 2 жылға жақындап қалған уже. Осы көлікті басқарып жүргеніме. Бұйыртса осы көлікте енді алдынан мынандай удар болған, көрсетіп жібер. Так, алдында осындай удар бар. Бұйыртса енді осыған 2 туманка алып қойдым. Мінекей. Осы туманкілерді жалғап, қызықты контент болатса, өздеріңіз бір ауыз айтып жіберіңіздер. Бұйыртса неқта. Жанып тұр ма? Туманка. Жанады ғой, болды. Осыларды алмастырамыз. Алмастыру барысында бізде андай 3 крепление болады. Осы аламыз. Неке осылай тұрады. Бұйыртса бақылап отырыңыздар, алмастыру барысын. Көрермендер менден андай 1, 2, 3. Осы крепление лайнан тұрады екен. 1, 2 на жерде тағы да бір крепление бар. Осы 3-ін алмастыратын боламын енді. Әзірге соққы тиген жері осы жер. Алмастыруға өте ыңғайлы болып тұр. Так, біздегі видеодағы бастап ма? Біздің проводымыз мынандай болып тұр. Ағылонка. Бұйыртса осыларды кесіп, мына жерді қайттан жалғап, мына изолентпен аны қайттан орнына саламыз. Қоза қойып тұр. Тазалап аламыз. Ақты аққа, қараны қараға, сосын изолент дейміз. Қоза болса тұр. Тазартып аламыз. Жоқ, қойып шыған. Мінекей. Біздің тоқтарымызда бөлек-бөлек шығарып алдық. Енді қараны қараға, аққа салғап, изоленттеп. Қолда болса, машинаға селде болса да көңіл бөліп, мініп жүрген тұлпарымызды осындай қалпына келтіреміз қолымыздан барынша. Құрғырап жүрек. Болды. Так, енді өзінің орнына бекітеміз. Достар, біздегі оң жағымызда вообще жоқтығын, сол оң жағын салдық лампочкасымен бірге. И бізде сол жағындағысы өзінікі бар. Просто лампочкасы ғана сынып қалған. Бұйыртса енді жағдай мынандай болып тұр. Мынау туманка ескісі, мынау новый. Мынау сол жақ новый. Ензіға алып қойсамыз, ұнаватса лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Және де машинадан бөлек, көжектерден бөлек тағы да басқа салалар ұнаватса, қолымыздан келіп жатса, бұйыртса осындай контенттер жасап отырамыз. Рахмет.